Бисмиллахиррахманиррахим. Ал құрметті оқырмандар, кеш жарық баршаңызға. Тікелей эфирде өздеріңіздің сүйікті қыздарыңыз Гүлжазым. Бүгінгі тақырып бізде махаббаттың мәні. Қонақта логотерапевт Санжар Керімбай ағамыз. Бүгін махаббаттың мәні туралы өте қызықты тақырып қозғаймыз. Қосыла беріңіздер. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Өздеріңізді күтіп жүрсіздер ме? Кішкене ертерек қостым, эфирдің сапасын тексеру үшін. Менің даусым жақсы сіздерге естіліп тұрса, естіліп тұр деп айта қойыңыздар. Дауыс қатты шығып тұр ғой, мен де бір тексере салайын. Дауыс жақсы болса айтыңыздар. Дауыс өшіп тұрған сияқты. Жоқ, қосып тұр. Жақсы. Жақсы естіліп тұр дейді. Естіліп тұр дейді. Жақсы. Жақсы, ендеше эфирімізді қазір бастаймыз. Санжар аға қазір қосылады. Сен бірақ кетіп қалма. Аға, сәлематсыз ба? Кеш жарық, қалыңыз қалай? Аха, саламатсыздар ма? Қалайсыздар өздеріңіз? Жақсы, жақсы. Аман есенбіз. Сапасын тексеріп көріп отырсыз ғой, Иә. Бір-екі минут, 3 минутта ертерек қостым сапасын тексеру мақсатында. Сіз мені жақсы естіп тұрсыз ба, аға? Иә, мен өте жақсы естіп тұрмын. Енді ана мұхлистарыңыз жазсын, естіледі, естілмейді деген сияқты. Құрметті оқырмандар, егер Санжар ағаның дауысын, менің дауысымды жақсы естіп тұрған болсаңыздар, жаза қойыңыздар, тез кері байланыс жасай қойыңыздар. Біз уақытты созбай, ары қарай эфирімізді бастап кетейік. Алдынан да қадірлі уақытты алмайық. Естіліп тұр дейді. Денсаулықтарыңыз жақсы ма, аға? Үй іші барлығы аман есен ба? Тақырбастың жағдайы жақсы ма? Иә, ол ана жақта қилуетте ойланып отыр ол. Деп. Өткенде сізбенен алғашқы эфирден кейін менің оқырмандарымның кері байланысы өте жақсы болды. Сол эфирдің ішінде бір ауыз сөз айттық. Ер адамдардың харизмасы туралы ағай өте жақсы айтты. Махаббаттың мәні деген тақырыпқа эфир арнамасаңыз, Инстаграмнан кетіңіз деп маған ашық айтқан соң, мен осы эфирді ұйымдастыруға мәжбүр болдым. Махаббаттың мәні деп бүгін енді махаббаттың мәнін жырлайын деп отырмыз. Дайынсыз ғой? Бұл жерде бірден айтып кетейін басында. Мен махаббаттың мәнін толық ашып беретін бір мастер профессионал емеспін. Осыдан 1,5 жыл бұрын 4 Сәкен Нұрқабек, Мұхит Төлеген, Айбек Нәби, сосын мен 4-еміз қосылып махаббаттың мәні деген кітапты жазғанда мен де аз-маз қатысқам. Негізінен бұл кітапты жазуға күш салғандар жастар, Мұхит Төлеген, Айбек Нәби, сосын Сәкен Нұрқабек. Мен енді бұлай жасы үлкен болғаннан кейін, жасы 40-тан асқан адам ретінде өмірлік тәжірибелеріммен бөлісіп, өмірлік оқиғаларды айтып отырдым. Бір шетінен енді ол кітапты сол кезде жазуға түрткі болған нәрсе, біз негізі жазбаймыз деп ойлағанбыз, бірақ қоғамда мынандай бізге өтініш көбейіп кетті. Құдай үшін мына тақырыпты қозғап, философиялық бұрыштан түсіп, ракурстан. Сосын бұның антологиялық талдау жасап беріңіздерші, мынаның түбі өзі бар зат па, жоқ зат па, жоқ, біз әшін иллюзия қуалап жүрміз ба деп. Енді сол мақсатта біз оны жазамыз деп қолға алып, дүниенің неше түрлі литературасын қопарып, төңкеріп көрдік. Бірақ оның алдында біз логотерапияны оқығанда Виктор Франкл өзінің жалпы еңбектерінің ішінде, мен ғана емес, оның барлық ғалымдар айтады, логотерапиямен айналысатын. Виктор Франкл махаббаттың мәні деген темаға өте көп тарау арнаған. Тіпті анау біздің қолымыздағы Леонтьевтің жинағында да ең көп жер берілген махаббаттың мәні, сосын өлімнің мәні. Осы екеуіне өте қатты күш салған кәдімгідей. Сондықтан
Енді логотерапияның ішінде жүргеннен кейін осы махаббаттың мәніне қатысты бізде көп нақты бір тарқата алатын бір философиялық бір ізге түскеннен кейін жақсы, жарайды, онда соның негізінде бір қазақша вариантын жазайық деп біраз талпынып, біраз материал жинағанбыз. Сол кезде өзіміздің де көзіміз ашылып, жазу барысында сол біреуге жазып берем деп, біреуге үйретем деп отырғанда адам өзі үйренеді ғой. Сол сияқты біз өзімізде үйрендік, және оның ішіне өзіміздің де жіберіп жатқан қателіктерді түсіндік. Ана балалар да соны білді дағыны дереу бұл тақырыпта өздері күш салып, семьяларын бұрын мықты болып тұрса, енді одан да қатты мықты қылып тастады. Былай философиясын, теориясын білгеннен кейін жалпы семьяңды шайқалтпай ұстап тұруға мүмкіндік молая береді. Сондықтан сол бір кітапты жазуға қатысқан адам ретінде сіздің мына тақырыбыңызды талқылауға қатысайық. Бірақ енді бірден айтайын, бүкіл сұрақты мен қанағат алатындай жауап бере аламын деп уәде бермеймін. Және осы мәселеде басы бәлеге шатылып қалған адамдардың бәрін құтқарып аламын деп уәде бермеймін, айта алмаймын. Қанша адам, қанша ғашық, қанша болмаса семья болса, соншама ситуация бар. Бір ситуацияға мүлде ұқсамайды. Әркім ол ситуациядан өзінің күшіне сеніп, өзінің сол ерік жігеріне сеніп шығады бұл ситуациядан. Біз сондықтан бүкіл тығырыққа тірелген, махаббат мәселесінде тұйыққа тірелген адамдардың бәрін суырып аламыз деп уәде бермейміз. Бірақ олар біздің әңгімемізден бір күш алып, бір ойы өзгеріп шығып кетіп жатса, соған бір тамызық болатын бір ой айтайық. Осылай өзімізге көп алмай, шамамызға қарап көсілейік. Жақсы? Жақсы, келістік аға. Сіздің бір жазбаларыңыздан мен бұрынырақта оқыдым. Менің бұрын жігіт кезінде арманым болды. Алматыға барамын, оқимын, сұлу красавица қызға үйленемін деген мотивация болды деп жазып қалдыңыз. Өзіңіз қалағандай сұлу келіншекке айдай жеңешеме үйлендіңіз. Енді сіз жеңешемді осы жасыңызға дейін бір рет қызғанбадыңыз ба? Себебі бұны сұрап тұрған себебім, махаббат тақырыбы айтылған жерде қызғаныш тақырыбы қоса қабат жүреді. Махаббатты біреулер қызғаныш деп түсінеді. Қызғанып жатса айтады, ой, жақсы көреді ғой дейді. Қалай сонда ағай, сіз жеңешемді қызғанып көрдіңіз ба осы жасыңызға дейін? Жоқ, мен бойдақ кезінде ғана әлі сөз салғанға дейін оған мен басқа конкуренттерім де болды ғой енді. Ол мен бейбіт сол кезде жақпаған енді. Солардан қаны болды. Бірақ мен жаңағыдай бұл конкуренцияда рухани бағытты таңдадым, әрі бір ағартушылық бағытты таңдадым. Сол өзіммен жұмыс істедім, бүйттім. Қысқасы бұл майданда мен кәдімгідей мәдени майданда жеңіп шықтым деп айтуға болады. Ал енді кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Ондай сұлу келіншекті қалай қызғанбауға болады? Өзі айдай, өзі интеллектісі мықты, өзі жапон тілін меңгерген. Ол кішкене ақылға сыйымсыз емес па? Ол маған, мен оған сенгеннен кейін, жалпы менің көңілімде ондай бір Китайда бір не болған емес, күмән болған емес. Және ол да мені ешқашан олай бір мазамды алып, бұл мәселеде тергеп тексерген емес. Әйтпесе мен телевидение жүрген кезде де өңшең қыз келіншектердің ішінде кешіп жүрдім. Ол да шетелге барып оқып келіп жүрді. Сондықтан бұл сенім мәселесі аман да алып шығады. Енді мен әйелін қызғанғандарды көрдім. Менің жаңағы бірге оқыған жора жолдастарым бар, курстастарым бар, араласатын жігіттер. Сондай келсін келмесін қызғана беретіндерді. Олардың 80% әйелдерін қызғанып, сабап, 2-3 баласымен ажырасып кетті. Ажыраспағандардың әйелдері мәңгі бақи қорлықта өмір кешіп жатыр. Енді олар бетінің ажары тайып, ешқандай еркек оған қызығып қарамайтындай жағдайға дейін қартайып біткенше сол көрген қорлықтары солай енді. Сондықтан әйелін қызғану деген жалпы антологиялық тұрғыда адамның болмыстық тұрғыда табиғатында жоқ нәрсе, айуандарда болатын нәрсе. Сондықтан оның үстіне мен үйленгеннен кейін, 1-2 жылдан кейін ба, мен мына рухани ілімге жолықтымдағыны, оны күшейткеннен кейін ол тіпті алыстап кетті. Себебі сен неғұрлым руханиятқа жақын болсаң, сен соғұрлым жаңағыдай жабайы инстинкттен алыстай бересің. Жақсы.
Онда ары қарай сіздің мәселеңіз түсінікті болды. Оқырмандардан мен көп сұрадым. Махаббаттың мәні туралы тақырыпта сөз қозғаймыз. Сіздер сұрақтарыңыз болса пікірге жазыңыздар деп өте көп кері байланыс болды. Өзінің отбасындағы сұрақтарды көпшілікке жайғысы келмейтін кісілер көп. Әрине оларды да түсінуге болады. Дайректке өте көп хат келді. Солардың біреуін оқып кетейін. Мынадай сұрақ сұраңызшы дейді. Неге Қазақстанда ажырасу көп? Әлем бойынша 10-дық тізімге кіреміз. Қазір бұрынғы заман емес. Махаббатсыз атастырып, күштеп үйлендіре салатын дейді. Жұрттың бәрі өз теңіне махаббатпен үйлене алады. Енді неге сондай мүмкіндік бола тұра ажырасу шектен тыс көбейіп кетті? Статистика бойынша әр үйленген 3 семьяның біреуі сәтсіз некеге құрылады екен дейді. Жақсы, енді бұл сұраққа жауап берген кезде бір елге ақыл айтып, морализмге ұрынып қалмас үшін әр бәленің басын бір шалып. Мен логотерапияны өмірлік бағытым қылып, оқуым қылып, мамандығым қылып таңдап алғаннан кейін, соның теориясында тұрып жауап беруім керек. Сондықтан бұны Виктор Франклдың өзі де, мысалға, мынандай нәрсе, 32 ма, 33 па кітап жазған жалпы логотерапияға байланысты. Соның сіз қай кітабын алып оқысаңыз да, қай томын алып оқысаңыз да, ол біреу қайталап тұра береді. Жаңа фактілермен толсады кітабы. Жаңа соңғы 10 жылдағы табылған мәліметтер анау. Бірақ ол бір нәрсені, мына 21 ғасырдың осы дәл біздің қазақтардың басындағы ауруды жаңа тісімен тістеп, ортасын тістеп, екі шетінен ұстап қатып қалады. Ол 21 ғасырдағы адамзаттың басына бәле болып жабысатын рухани кесел, экзистенция вакуумы деп аталады. Қазақша оны қуыс кеуде дейді. Яғни гүл болмаса, үн болмаса, бұлбұл деген бір сұрғыз, ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс. Бұл қуыс жалпы енді бір өзінің илахи дейді, трансцендентті, антологиялық, тәңірлік құндылықтармен толмайтын болса, адам сол жауапкершілікті арқалап алып кетпейтін болса, бітті. Одан кейін сен қай ғасырда өмір сүріп жатсың, сен сүйгеніңе қосылдың ба, қосылмадың ба, сен атастырып үйлендің ба, жоқ бірге оқып жүріп өзің тауып алдың ба, ол мәселе ода емес. Көкірегі қуыс, ішкі дүниесінің бәрі пустовать етіп тұрған адам қалай қылсаңыз ажырасып кете береді. Сондықтан мен бұл жерде мына мәселені айтқым келеді. Мына жағы экзистенция вакуумы деген сәл түсініксіз болуы мүмкін. Сондықтан мен Ибн Арабиден кішкентай айтып кетейін. Ибн Араби осы Фусусул Хакам деген кітабында да жазады. Адамды адам қылып тұрған не? Адам қайтып түссе бағасы өседі, қайтсе бағасы түседі деген. Соның ішінде елдің бәрі қолданады. Осы жерде отырған оқығаны да, оқымағаны да қолданатын бір сөз бар. Адамның сыртқы әлемі, ішкі әлемі деген бәрі айтады. Ішін бермеді, ішін алдырмады, ішін бұғып қалды, ішкі дүниесінде деген. Енді соған Ибн Араби конкретный сұрақ қояды. Ішкі әлем деп нені айтып отырсыңдар сендер? Не ол ішкі әлем дейді? Сөйтеді тағым айтады. Адамнан басқа қандай да бір жануар, ит, мысық, шошқа или ақылды қандай дельфин не бар жаңағы, маймыл адамға сәл ұқсайтын. Соның біреуінде ішкі әлем деген ұғым, түсінік, ондай бір нәрсе, идея болмайды ешқашанда. Бұл нәрсе адамға ғана қолданылады. Ендеше, егер адамның ішкі әлемінде, яғни адамның human being дейді, адамның болмысының ішінде құпия, сырттағы әлем әсер ете алмайтын бір ішкі әлем, адамның ішінде тағы бір әлемнің ішінде әлем бар болатын болса, ол әлем немен толу керек деген сұрақ қояды. Ибн Араби қойып жатыр. Ол Франклмен байланыстырып жатырмын ғой. Соның ішінде мына Алланың исмулла дейді. Алланың есімдерімен толатын жер ол негіз дейді. Енді ол суфи болғаннан кейін мұсылманша дінмен тарқатып жатыр. Яғни барлық Алланың сүйю, жағы ғафур, жәләл, жаңағыдай не бар, барлық 99 сипаттары адамның көкірегіне қону керек тағын, ол сөйірден ары қарап шығу керек жарқырап. Яғни бұл Мәшһүр Жүсіп те айтады, Құдайдың құдіреті адам арқылы ғана көрінеді дейді. Сол сияқты ана кез келген қазақтың жігіттерінің көкірегінде бір бос қуыс болады, ішкі әлем деп біз оны ауызекі тілде айтамыз. Оны экзистенция алаңы десеңіз де болады, ғылымға салып. Сол ішкі әлемінде мен мына сүйген әйелімнің алдында жауапкершілік арқалаймын, мен бұның бағын ашамын, мен бұны бақытты қыламын, мен бұны сүйемін, мен бұны енді осы адал некеге
қартайып өлгенше төтеп беремін, екеуміздің басымыз бір жастықта қартаяды деген жауапкершілікті алатын, жауапкершілік деп аталатын феномен оның көкірегінде орнықпайтын болса, онда сіз еш нәрсе де істей алмайсыз. Болды, бітті. Мысалға, 2010 жыл октябрьде мен бір танысымның тойына бардым, келдім. Келгеннен кейін бибім сұрады, қалай екен, той қалай болды деп. Той жақсы болды, бірақ бұл семья ары кетсе 6 ай өмір сүреді дедім. Сөйтіп бибім шошып кетті. Сен осындай жаман нәрсе айтасың, неге жақсы нәрсе айтпайсың, бәлем бәштім деп. Екеуміз біраз сөзге келдік осы мәселеде. Мен айттым, ананың көкірегі бос қой, қуыс қой, ананың ішінде дым жоқ қой. Ана өмірінде бірде-бір құндылық меңгермеген, бір жоғарыда істейтін бір көкесіне сеніп жүре берген біреу енді анау. Тек соның жағы мата даңқымен бөз өтеді, әке даңқымен қыз өтеді дегендей, сол жағы чиновник көкесінің арқасында үйленіп отыр екен. Мен 6 ай деп өте көп алдым. 1,5 ай ма сондай ақ өмір сүрді, сосын ол ажырасты. Быт-шыт аяғы деген қырғын, шайқас, төбелес. Себебі ана жігіт сымағымыз, ол кәдімгі жабайы аң, ананың бейнесіндегі. Оның кішкентай кезінен бастап көкірегіне 1 грамм құндылық құйылмаған, ол спортпен айналысып өзінше бір далбасалап жүрген, бандитский понятиемен өскен біреу. Сондықтан Қазақстанда сіз ол рационалды ғылым бұны көмектесе алмайды, сенің геометрияң көмектеспейді, IT көмектеспейді, алгебра көмектеспейді, ағылшын тілі тем более көмектеспейді. Бұл жерде көзге көрінбейтін, қолға ұсталынбайтын, жауапкершілік деп аталатын түсініксіз, бірақ сенуге тиісті бір феноменді көкірегіңізге қондырасыз. Соны есебін тауып алып келесіз. Ал ол нәрселерді, көзге көрінбейтін нәрселерді, рационалды ғылымның тілі жетпейтін, оны суреттеп бере алмайтын нәрселерді аңызбен айтатын себебі сол. Сол үшін Құран қиссаларын пайдаланады. Мен сол үшін Құран қиссаларын айтамын. Себебі жауапкершілік дегенді түсіндіре алмаймын. Күшім жетпейді, ғылымның күші жетпейді. Оның бәрі айтады. Не үшін сол мифологияны зерттейді? Не үшін сол ғалымдар соған бастарын қатырады? Себебі айтады, адамды адам қылып тұрған негізгі феномендердің бәрі рационалды ғылымның қалыбына құйылмайды дейді. Тілдің құдіреті жетпейді, мидың күші жетпейді ана суреттеуге. Оны тек қана көкіректің түбінде, жүректің тазалығымен, көңілмен ғана ұстайсың. Ал көңілмен ұстау үшін оны сен Құран қиссасының вариантында ғана бересің. Сондықтан ең бірінші жауапкершілік арқалаған кім? Онтологиялық тұрғыда, болмыстық тұрғыда ең бірінші адам жаратылған кезде дегенде адам ата Хауа ананың алдында арқалаған. Менің етегімнен ұста, мен сенімен біргемін, менен айырылма, мен өзім осы дүниеде сені тұмсықтыға шоқтырмайым, қанаттыға қақтырмайым, баспанасыз қалдырмайым, сені қорқау жабай аңдарға талатпайым, аман есен мен сені осы дүниеде серігің болып алып шығамын деп мойнына жауапкершілік алған ең бірінші адам ата. Сондықтан ол қиссасын біз қазір тағы айналып келіп соғамыз. Сондықтан Қазақстандағы қазір мына еркек ұл бала өсіріп отырған ата-аналар баласының көкірегіне жауапкершілік деген феноменді осындай Құран қиссалар арқылы енгізбейтін болса, олардың да балдары өскеннен кейін неше түрлі концертті қояды. Күмән-шүмәніңіз болмасын. Жақсы? Жақсы. Аға, бұрын қазақтың дәстүрінде атастыру деген болды, е? Менің әжемнің өзін 16 жасында атастырып алған. 26 жастағы күйеуін көрмеген. Сол қазір содан тарап отырған біз ұрпақпыз. Ажырасу ол кезде ажырасу туралы олардың ойында да болмаған. Қалай ойлайсыз? Қазір сол дәстүрді бір жаңғыртатын уақыт емес па? Сіз өз балаларыңызды атастырып қойған жоқсыз ба? Жоқ. Ол көкірегі қуыс, ешқандай құндылық меңгермеген, жауапкершілік алғысы келмейтін, сен ұл балаңды я қыз балаңды сен атастырып үйлендіресің ба? Бетімен жіберіп үйлендіресің ба? Екі жағдайда да ол провальный вариант. Екеуінде де ол семья шайқалады, шашылады, төгіледі, құриды. Сондықтан мен өзім бала-шағамды үйтіп атастырмаймын. Оның көкірегіне барынша құндылық құюға, барынша жауапкершілік арқалауға мен үйретемін дағыны, болды, сосын ашық теңізге жіберемін. Көкірегінде жауапкершілігі бар ұл я қыз
ол еш жерден де ұстатпайды, бәрібір ол өзінің жолын тауып алады. Ал енді ол бұрын атастырды деген, иә, дұрыс, бұрын көшпелі өмір болды, ол кезде бетімен жіберіп қоя алмайды. Қазірде оқу тоқу, жатақхана, интернат деген жоқ. Ол кезде қыздар 20-дан асқаннан кейін айналысатын шаруа жоқ, мамандық жоқ, ол химия оқи алмайды, биология оқи алмайды, дизайн оқи алмайды, ештеңе оқи алмайды. Не істейді енді 16-ға келген қыз? Атастырады да үйленеді. Сондықтан ол бұрынғы әлеуметтік шарттар. Сондықтан ол кезде де әйелдер күйеуге тигеннен кейін күйеулерін уақыт өте келе жақсы көріп, соның жолында ерге қызмет етіп кетеді көбіне. Не үшін? Себебі мына революция болғанға дейін мына рухани багажы, рухани материалы қазақтардың, рухани тұғыры Сталиннің тарапынан талқандалып, быт-жыты шығып шашылмай тұрған кезінде елдің арасындағы жыршылар, мынау неше түрлі ғашықтық жырларды, сосын діни қисса дастандарды жырлайды дағыны, анау көшпенді халықтың құлағына құйып кетеді ананың бәрін. Сондықтан олар жырдың негізінде, оларда сол жаңағыдай ер азамат, мәрт жігіт деген феномендерді бойына сіңіріп алады. Сондықтан ол заманда да мәрт жігіттерді, елдің қамын ойлайтын ерлерді, жетімнің, жесірдің жағдайын ойлап тұратын мынандай елдік санасы мықты еркектерді көрмей атастырып үйленсе де, уақыт өте келе оның бойындағы еркектік қабілеттерін көргеннен кейін кез келген әйелдің бәрі махаббат ашылып кетеді. Себебі махаббат жауапкершілік арқалаған еркекке қарай ашылады. Жақсы. Жауапкершілік арқаламайтын, мен сізге айтайын, жас кезінде, иә, дұрыс, красавчик жігіттерге қыздар түріне қызығып тиеді. Олар басында бақытты өмір сүреді, ақшаны да жақсы табады. Сосын қазақтың әйелдері не істейді? Келіндері, келін болып түскеннен кейін, барғаннан кейін абырой жинау керек, ана үйге отымен кіріп күлмен шығу керек. Ана сынағыш, мінегіш қайын бикелерінің де көңілін табады, капризный енесінің де бүкіл несіне төзеді, жағы ішіп келіп ұйықтап мазасын алатын, айқайлайтын қайын атасының да бүкіл жағдайын жасайды. Ана өмірі қабақ ашылмайтын қайын сіңлілерінің де ретін табады. Қалай болса солай жүре беретін қайын інілерінің де айыбын жабады, ағайынды да жарастырады. Енді ана қазақтың әйелдерін мен таң қаламын, ана келін болып түскеннен кейін 15-20 жыл өмірлерін соған жағып жүреді. Ана еркегіне ғашық қой, енді еріне ғашық қой, жас қой, ол кезде әлі оны сүйеді ғой. Сосын жасы 40-45-ке келеді, әбден ауыр тұрмыстан ананың қазақ әйелінің бала туа беріп формасы бұзылады, бетіне уақытылы күтім жасамағанның кесірінен әжім түседі. Сосын энергиясы азаяды кәдімгідей. Сол кезде соншама күші сарқылып, абырой енді көтеріліп, өз алдына бір семья болған кезде, баяғы қосылған красавчик күйеуінің көзінің алды іртік-іртік болып, ірің-ірің болып, ұйқысы қанар-қанбас, диванның алдында қарны салтиып шығып кеткен, емшегі салбырап кеткен әйелдер сияқты футбол көріп, хоккей көріп жатады ана жерде. Соны көрген кезде мына әйелдердің түңілетін себебі сол. Сонда мен 20 жыл осы үйге жақсы келін атанамын деп, осы сенің үйіңе сіңем деп, отымен кіріп күлмен шыққанда өмірден алайын деген сыбаған сен ба? Сонда мен сол 45 жасымда сол сен диванда салбырап, ол жұмыс істеп ақша тауып келетін болса жақсы, әлі де оған әйтеуір, мынау жұмыс істеп келді ғой деп, әлі де оған жағдай жасайды. Мен қысқарып қалдым, мен жұмыс жоқ, сен өзің істей берсей деп жатып алатындары қаншама оның. Маған несесі қабырасы, мынаны қайтсем жұмыс істетемін деп. Сол кезде міне түңілгеннің көкесі сол кезде болады. Сондықтан баяғыда атастырылған әйелдер ойбай махаббаттың дәмін тата алмай қор болып кетті деп айта алмайсыз. Ол кезде бәрібір сондай елдің арасында ерлігімен, мырзалығымен, жомарттығымен аты шыққан жігіттерді атастырылып келсе де, уақыт өте келе бәрі оған махаббат ашылып кетеді. Ал керісінше 21 ғасырда сүйіп, күйіп қосылады, бірақ 15-20 жылдан кейін елдік санаға көтерілмеген, тек ішіп жеп диванның алдында футбол көріп жата беретін еркектерден жеріп безініп кетеді әйелдер. Жақсы. Абай атамыз айтады аға, ғашықтық құмарлықпен ол екі жол дейді. Ғашықтық деген не, құмарлық деген не? Екеуін шатастырып жатырмыз. Иә, мен тағы да жаңадай бір миллион түрлі толғауларға, философияларға түскім келмейді. Тағы да бұған Зигмунд Фрейд пенен Виктор Франклдың екеуінің теке тіресінен ғана түсем болды. Қалған оқырман өзі айырып алады. Так, сонымен
бірінші бұл адамның түп санасына түсіп, бұл ішкі әлемде, ішкі энергияны қопарып зерттеген тұңғыш адам ол Зигмунд Фрейд. Ол тұрды дағыны адамның түп санасына түсті да, адамның түпкі ядросында, ең түпкі болмысында ид, латынша ғой деймін, ид кәдімгі деп аталатын, грек ма білмеймін енді идтің қайдан келген. Ид деп аталатын бір болмыс жатыр дейді, ядро, адамның түпкі жаратылысы. Ол жерде өмірі қызыққа, құмарға тоймайтын сексуальный импульстардың бір қазаны қайнап жатыр дейді. Бұрқ. Сол сыртқа шығып, армансыз секспен айналысып, мына өмірді от души сүргісі келеді дейді. Бірақ қоғам деген бар, уже ел қауым болып отыр. Иттің бұл сексуалды қалауларының бәрі жүзеге аса алмайды. Себебі қоғамның тарапынан болатын супер эго деп аталатын күш оны тыяды дейді. Сол екеуінің ортасынан қысылып, эго деген мен деп аталатын бір таным көзі тағы пайда болады дейді. Осылайша адамның текетіресі үнемі невроздан айықпайтыны, осы жаңағы иттің қалауларын супер эго басады, эго екеуінің де текені жезде, ешкіні апа деп екеуінің ортасынан жол табады. Яғни адамның ішіндегі осы құмарлығын либидо деп атаймыз дейді. Либидо жабай секс болып сыртқа шықпаса да, ол бәрібір өнердің, музыканың, мәдениеттің екінші бір түрі болып, ол сублимацияға ұшырап кетеді, яғни түрін өзгертіп жібереді деп айтады. Сондықтан сендердің өнер анау деп жүргендерінің бәрінің түбінде жасырын мотив, сексуалды қалаулар жатыр деп айтады. Бұл бір. Так, Зигмунд Фрейд бойынша онда махаббат дегеніміз құмарлық болып шығады. Енді Абайдың айтып отырған, ол Абайдың позициясында Виктор Франкл тұр. Ол айтады, жоқ дейді, ғашықтық пен құмарлық екі бөлек нәрсе дейді. Махаббат деген нәрсе ол таза рухани болмыстан шығатын қайталанбас тұлғаны өзің сияқты сүйіп, өзіңнің ішкі әлеміңе кіргізіп жіберетін бір феномен дейді, бір құбылыс болып тұрған қасиет адамның бойындағы. Ол өзінің уақытымен ашылады. Бірақ бұл рухани болмыстың бойындағы махаббат феномені естіліп тұр ма бәрі? Дауыс? Естіліп тұр. Енді осы сыртқа шығу үшін бұл кімде мойындаған? Франклда, адамның ішкі әлемінде, түп санасында шынымен де енді страшнейший бір сексуальный энергияның қайнап атқаны рас деген. Мен де мойындаймын деген. Бірақ ол энергия сен ойлаған сияқты сублимация болып шықпайды деген. Ол энергия, мына рухани болмыс, оны мәдени бір құндылыққа айналдыру үшін шығады деп айтқан. Яғни сен бір ескерткіш жасайтын болсаң, сурет салатын болсаң, кино түсіретін болсаң, ол жерде соның бәрін басқарып, былай болсын деп, сондай өлмейтін құндылықтарды рухани болмыс шығаратын кезінде, оған бір энергияның қайнағы ретінде, көзі ретінде осы құмарлық қызмет етеді деп айтты. Енді бұны қалай түсіндіресің дейді. Мысалы керек, ауыр болып кетті. Мысалды былай берген. Мысалға сен қалаға келесің ғой дейді. Мысалға Астанаға бардың делік. Енді сен Астанаға барған кезде адамдар оның суретке түседі. Астанаға барған дәлелдеу үшін. Бәйтерекке барады, циркке барады, хан шатырына барады, аквариумға барады, тағы сондай жерлерге. Театр, кинотеатр, жаңағы бір бәле холл, Астана холлына сондай жерлерге барады да, патырлап суретке түседі. Міне дейді көрсетеді. Адамдар қалаға не үшін жиналады? Қала не үшін қадірлі? Себебі ол мәдени орталық. Қалада ғана сен мәдени құндылықты өндіре аласың. Өндірген құндылығыңды қалада ғана сахнада ұсынасың, кинотеатрда көрсетесің. Сен ауылда кино түсіре алмайсың, картина сала алмайсың, спектакль қоя алмайсың. Барлық мәдени өнім қалаға шоғырланады. Енді сен қаланың астына түсетін болсаң, қаланың астында ыстық су, мұздай су, газ, электричество, бәрі энергияның көзі қайнап жатыр дейді. Бұны Виктор Франкл жазып жатыр кітабында. Енді сен дейді, мынаның қарап, жердің астына түсіп кеткен кезде қарап, қала деген не десе, қала деген жасырын жатқан энергияның көзі екен деп айтпайсың ғой дейді. Қала деген мәдениет, мәдени ошақ деп айтасың дейді. Енді адамды аналогия жасаймыз. Адамда бір тұрған қала, адамда қаладағы сияқты мәдени өнім беру керек, мәдени құндылық шығару керек. Мысалға сіз қаласыз, сіз сара сөз деген мәдени өнім шығарып жатсыз, солай ғой? Сіз мәдени өнім шығарып жатсыз, жақсы адамдардан, оқыған адамдардан сұхбат аласыз,
Қазақстандағы неше түрлі рухани құндылықтарды журналыңызға жиып теріп шығарып жатсыз. Сіз осы құндылықтарды шығаратын кезде сіз рухани болмыс ретінде таңдау жасадыңыз. Мен өмірімді мәнді мағыналы сүремін, мен босқа өткізбеймін, мен журнал шығарамын дедіңіз. Жақсы, сіз сол позицияға бекідіңіз. Енді осы арманыңызды жүзеге асыру үшін сізге энергия керек. Сол энергияны құмарлық деп айтады. Сіздің құмарлығыңыз Сара сөз деген журналға жұмсалып жатыр қазір. Сіз ана журналды халыққа деген махаббатпен шығарып жатсыз. Сіз оқырманыңызға деген махаббат болғандықтан да халық сізді жақсы көреді, оқырмандарыңыз көбейіп жатыр, подписчиктеріңіз өсіп жатыр. Егер сіздің оқырмандарыңызға деген махаббат, сүйіспеншілік болмайтын болса, сізге ешкім де жазылмайды. Или болмаса бір жеңілтек ахохохохолар жиналып алады сіздің астыңызға. Сондықтан Абайдың айтып отқанға қайтып келеміз енді. Құмарлық, ғашықтық пен екеуі жол деп отқаны, құмарлық деген ол сексуальный импульстардың бір жиналып тұрған бір қазаны анау, жаңағы бір атомный бомбаның, жаңағы уран өртеніп жатқан бір атомный электростанция сияқты нәрсе ол. Ал махаббат деп отырғаны таза Алла тағаладан дейді. Тәңір тағаланың өзінің болмысынан үрленіп бөлініп шыққан адамның денесіне кірген рух деп аталатын бір болмыстың, жаратылыстың оның қыры эпитеті болды бітті. Сол ойға алған арман мақсаттарын, рухани мақсат мүдделерін жүзеге асыратын кезінде құмарлықты, яғни нафстың көзін, яғни сексуальный импульстар мен сексуальный энергияларды сол арманын жүзеге асыруға жұмсайды. Сондықтан да трансцендентті елдік санаға көтерілмеген, ғарыштық маңызы бар бұл жұмыстың енен құйрығынан ұстамайтын кез келген еркектің бүкіл күш қуатын әйелдің құшағында жағып жібере беретін себебі сол. Себебі энергия сыртқа шығу керек, по-любому. Егер ол рухани өнім болып, мәдени өнім болып шықпайтын болса, қаланың бетіндегі театрдың, киноның, цирктің шыққаны сияқты адамның бойынан бір мәдени өнім болып шықпайтын болса, онда ол энергия сансыз тоқалдар мен есебі жоқ көңілдестердің қойнында жанып кетеді болды. Жақсы аға, осы жерде сөзіңізді бөлейін. Тоқал туралы өзіңіз әдемі маған іліп бердіңіз. Дәл осы сұрақты қояйын деп отырған едім. Жақсы. Көп әйел алу мәселесіне келейік шаған. Жақсы. Тағдыр тауқыметімен жалғыз қалған, жесір қалған, мысалы жалғыз басты әйелдер көп, иә? Оған жағдайы бар, интеллектісі мықты, көкірегін құндылыққа, руханиятқа толтырған ер адам еге болса, оның несі айып? Оны да... Айып жоқ, мен айып деген жоқпын ғой. Иә. Ол кісіні біз кінәлап жібермейміз ба? Бұл жаңағы өзінің құмарлығы үшін екінші әйелді алды деген сияқты, тоқал алды деп басқа жағынан қарайтын шығармыз бәлкім бұған. Енді бұл жерде оны айырудың оп-оңай түрі бар ғой. Егер тоқалды алған адам, мысалға өткенде мен сізге бір нәрсе айтайын. Шымкент қаласында тұратын менің бір мұхлисім бар. Соның әйелі маған телефон соқты дағына 1 сағат жылады. Не болды деп еді, мына осындай да осындай, сіздің пәленшеңіз екінші әйел бар екен, маған тығылып айтпай жүр, соған барады, осындай да осындай. Ананың желкесін қиыңыз, 200-ді оңбағанның, сізді мені алдаған үшін. Жақсы, мен алдым да оған телефон соқтым. Сөйттім айттым, бәленше, қалай жағдай? Жақсы. Сосын айттым, осылай болып жатыр екен ғой. Так, ол тұртта сасқан жоқ, өте сенім нық тұр екен. Не деді менің әйелім саған деді? Осылай, көз жасын көлігіп төгіп жатыр, оңбаған деген. Енді мені сіз тыңдаңыз деді. Так, бұл менің әйелімнің таза мынандай инстинкттен шығып жатқан хайуани қызғаншақтығы деді. Мен екінші әйел алғаным рас деді. Бірақ ол әйелдің жетісіп тұрған ештеңесі жоқ деді. Маған дейін екеуден шыққан, екеу қамап қойып сабаған, мұрнын ұрып сындырып жіберген, мұрнын емдейтін ақшасы да жоқ, оның 2 баласы бар. 2 баласының уже психически ауру, мен оны қазір анда-мында больницаға сүйреп жатырмын, оның пропискасы жоқ, бір квартира
Сөйтсем, сол жұмыс істейтін жерге ғана жұмыс істеп жүрген, ана әйелмен танысқан, жағдайын сұраған, ананың басынан өткен тарихты, 2 баласы бар, уже далада қалған, мұрның сынған. Сосын енді оның екеуден шыққан естігеннен кейін, ана жердегі жүрген жұмысшы еркектер оны енді көңілдес қылып пайдалануға дайындалып жатыр, футбол тетуге. Соны айтады, мен көргеннен кейін тұрдым дағын дейді, шыдай алмадым дейді. Тоқтай тұр, мен сені одан да екінші әйел қылып алайын да, жағдайын жасайын, мына балдарды мен жетілдірейін, өсірейін. Сөйтіп сәл жағдайын жасамасам, сен құрисың деп айттым дейді. Сондықтан дейді, маған айтады, сен ана менің әйелім айтқан сияқты, мен бұл жақта кайфовать етіп жүрген жоқпын дейді. Мен өзіме кәдімгідей жауапкершілік алып, өзімнің мойныма жұмыс қосып алдым дейді. Және мен екінші әйелім бірінші әйелімнен түкті сұлу емес дейді. Яғни оның түрінен тұрғамаған, оның өзін күтетін шамасы да жоқ, ол құрылыста ауыр жұмыс істейтін левка шаққан. Содан ол сөзінде тайма деп мен бақыладым. Ол шынымен де кейін әлі келе жатыр сүйреп. Сөйтіп, жаңағы екінші баланы алды дағына, мұндай түрлі оқуларға ақшасын өзі төлеп, біреудің баласын жіберді. Сосын айтты, осындай да осындай, мынаны көтеріңдер, мынау өте травма алған деп. Енді бұл сол жауапкершілік арқалағаннан кейін, біраз уақыттан кейін ананың бірінші әйелі ескірді, мен оған звондап айттым сосын. Ол сондай екен, өте құмарлық бар деп мен айта алмаймын, ол жауапкершілік бар. Шынымен де ана осындай. Сосын ана бәйбішесіне ескірді дағына, түсіндім, кешіріңіз, мен ит болып қалдым, осылай кешірім сұрап та, онда бірлесіп күресейік олардың тағдыры үшін деді да. Енді бірінші әйелі екеуі бірігіп алып, ана әйелдің проблемасын шешуге кірісті. Өздерінің өміріне бір мән қылып алды. Енді олар үшеу болып алды қазір. Енді ол жерде бір еркек үшін талас жоқ. Себебі өрде бір құмарлықтың мәселесі жоқ. Енді осындай мәселе көрініп тұрса, онда әңгіме жоқ. Дұрыс, молодец екен деп айтасың. Бірақ мен екі әйел алған, алғысы келген жігіттердің бәрін көрдім. Бәрінің мотиві, ана 35-37-ге келген әйелдері 4-5 бала туғызып тастаған. 4-5 бала туады, одан кейін жаңа атасын, енесін үйіне келетін миллион туысқанның қонақ күте беріп, өзін күтуге шамасы келмей түрі кетіп қалады. Кожалары қартаяды, форманы қалады. Сөйтеді дағыны мұналардың бәрі 25-23 жасар қыздарды тауып алған. Сөйтеді дағыны маған келіп айтады, осылай, анау кім сенеді енді оған? Анау кім сенеді? Сен 35-тегі 36-тағы әйеліңді тастап, мен анамды сүйрейін дегеніңе. Сондықтан бұл жерде егер шынымен де жаңағыдай бірінші жағдайдай болса, онда сіз сөге алмайсыз. Егер жауапкершілік арқалап, болады, мынаны қазір қолдан қолға өткізіп, мынаны жеңіл жүрісті әйелге айландырып жіберіп, ана екі баласы далада қалады. Сондықтан сен ана адам қатарына қосып, өркениетке, мәдениетке жалғап жіберуің керек деген жауапкершілікпен кірсе, онда түсінемін. Бірақ мен танығанда менің айналамда солай екінші әйел деген аппетиті ашылған жігіттердің бәрі жап-жас сұп-сұлу әдемі, мынаның ақшасына көбірек қызығатын қыздарға үйленуге қатты тырысып жатыр. Мен бірнешеуінің бетін қайтардым, біразын тоқтатып тастадым. Мынаның арты катастрофа болады. Себебі сен жауапкершілік алып тұрған жоқсың. Далбаса. Көбісі солай үйленемін деп құр осыға бірінші әйелінен айырылып қалды. Кетіп қалды олар. Оның аға, егер сол 25-23 жасар қызға еге болса өзіміздің азаматтар, қыздарымызды шетелге, басқаға, Қытайға күйеуге бергенше. Енді оны мен битейік деп, мен оған концепция жазып бермеймін. Лучше битсеңдерші деп. Бұл жерде сіз мені қай жақтан сұрақ қойып қуаласаңыз да, бәрі Виктор Франкл құсап, жаңағы бір нүктеге айналып келе беремін. Мысық сияқты. Қалай лақтырса да төрт аяқпен түсетін. Сіз маған қандай сұрақ қойсаңыз да, қазақтың жігіттері кәдімгідей Тәңірі алдындағы жауапкершілікті алып, мен сүйреймін осыны, көресіңдер ғой, мен адам ата сияқты әлі неше түрлі қыз көрсетемін деген позициядан кіретін болса, онда қазақтың қыздарына шетелдікке тию ол трендтан бірден кетіп қалады. Себебі шетелдікке тию деген, ол бірден шетелдікке тие салмайды адам. Ол бірінші міндетті түрде қазақ қыздар қазақ жігітіне тиюге тырысады. Өзінің елінде қалуға тырысады. Өзінің ұлтының ұрпағын жалғастырғысы келеді. Ол нормальный нәрсе. Сөйтеді дағыны үйленеді, оңбай таяқ жейді. Қол ғып, күн ғып жұмсайды ананы. Ақшасының бәрін тартып алады. Әйелінің атынан кредит алады. Соны ішіп жеп жата береді. Әбден мезі болады. Сосын екінші үш еркекке дейін былай танысып сөйлесіп көреді. Бәрі бір-бірінен аумайды.
жауапкершілік алмайды, ешқандай бір адамның көңілі көншітетін әңгіме айтпайды. Содан кейін барып 4-ші, 5-ші жағдайда барып ол кетеді шетелдікке. Сондықтан бұл жерде мен әйелдерге, қыздарға ешқандай претензия қоя алмаймын. Себебі біздегі еркектердің мойнына жауапкершілік ілу және олардың ішкі әлемін тәңірлік құндылықтармен толтыру деген мәселе шешілмейінше, соны жолға қоймайынша, бұл мәселелерді ұшынан талқылау ешқандай пайда бермейді. Қазақша оны бұтағынан шіріген ағашты тамырынан шіріген ағашты бұтағынан емдемейді дейді. Ол бұтақтар ғой, ана көріп отқанның бәрі. Сондықтан бәрі, мына жерде қазір көріп отқандарда, мен ойлаймын, мен тек келіншектер көріп отырған шығар деп. Енді қанша 241 адам сол күйеулері давно тастап қашып кетті мына эфирді. Себебі жауапкершілік ал дедім ба, аза бойлары қаза болады кәдімгідей. Жақпайды. Жақсы. Ары қарай сұраққа күшті жауап беріп жатсыз, прям бар ғой. Мына комментарийді өшіріп қойдым мен эфир қатып жатқаннан кейін. Енді оқырмандардың сұрауы бойынша ұйымдастырғаннан кейін бұл эфирді тағы да оқырмандардың сұрағына кезек бергім келіп тұр. Би дейді, келесі сұрақ. Махаббатты өмірдің мәні етіп алуға бола ма дейді. Мысалы, мән етіп алайын десең, ғұмыр тұрақсыз сияқты. Сезім суып қалады. Мән етіп алмайын десең, бүкіл кино, әдебиет, музыканың 90% махаббатты дәріптейді. Өмірдің мәні расымен сол сияқты. Әлде бізді құр алдау үшін дәріптей ме? Санжар ағаның ойы қалай екен дейді. Так, кеттік, тағы да логотерапиядан түсеміз. Жалпы логотерапияда былай деп айтады. Нағыз махаббат лапылдаған сезімдер сөнген күннің ертеңіне басталады дейді. Яғни сіз үйленіп, шымылдыққа кіріп, дүниенің бір ләззатын татып, соны біраз қызықтап жүреді адам. Жаңа үйленген кезінде. 2 ай өтеді, 3 ай өтеді, бір 6 айдан кейін ба болды, ол басылады одан кейін. 1 жылдан кейін тіптен басылады. 3 жылдан кейін олар шаршайды, жалғады кәдімгідей бір-бірінен. Соны экзистенциалистердің айтатыны бар. Айналып кетейіндер, әй, дүрілдетіп ақша жасап, той жасау ол мода емес дейді. Үйленгеннен кейін қартайғанша бірге өмір сүру сол негізі мода дейді. Трендте сол тұр дейді негізінде. Сондықтан бұл жерде махаббаттың мәні дегенді ала аламыз ба, аламаймыз ба деген адамды қақпанға түсіреді. Егер өле-өлгенше біз бір-бірімізді сүйіп өтеміз дейтін болса, никак сүйіп өте алмайды ол жерде ол. Себебі үйленгеннен кейін лапылдаған сезімдер ол басылады. Ол мен өзімнің өмірім, мен де сол күйіп жаным ақ деп үйленгеннің біреуі біз ғой, мысалы. Енді мен мысалы қазір 46 жасында әйелімді көрген кезде 18 жасар Санжар сияқты қалшылдап дірілдеп аузыма сөз түспей тұрмаймын ғой, мысалға. Бір 25 жылдан 23 жылдан бері сенімен бірге тұрып келе жатқан кәдімгі адам, ол да саған солай қарайды, бұрынғыда қалшылдап отырмайды ғой, ол әй шалау деп қойып әңгімені соға берді ғой. Енді ал олай болатын болса, көрдіңіз, нағыз махаббат лапылдаған ана сексуальный импульстардың үні өшеді, содан кейін ғана басталады дейді. Енді киноларға келейік, жаңағы қазір бәрі бітіреміз. Кинолардың бәрі басында 2 герой болады, қыз бен жігіт өліп өшіп жүреді. Кинода олар я қосылады, я қосылмайды. Мақұл, қосылған варианттарын алайық. Соны айтады, кинолардың бәрі ғашықтық жайында. Екеуі қол ұстасып, сүйісіп тұрған жерінен бітеді дейді. Мақсат мұраттарына жетіпті деп. Соны айтады, егер дейді, сен нағыз махаббат туралы кино түсіретін болсаң, олар үйленгеннен кейінгі өмірін сүр дейді. Үйленгеннен кейін өмірін сүрді, ана махаббат оларды ұстап тұрма, ұстап тұрған жоқ па көрейік дейді. Себебі мына жақтағы сенің екеуінің қол ұстасып сүйісіп тұрған жерде бітетін жері ол страсть, passion, влечение, құмарлық, лапылдап жанып тұрған сезімдер ол. Онымен сен ұстай алмайсың. Сондықтан тағы да қайталап айтамыз. Ер мен әйел үйленгеннен кейін біз бір-бірімізге мәңгі ғашық болып тұру үшін не істеуіміз керек деген сұрақ қойылған кезінде тағы да айтады. Ей, ол үшін ана сен ерің бар ма, еркегің? Сол бұл дүниенің ішінде жоқ.
о тәңірлік әлемде тұрған бір ұлы идеяға ғашық болып тұру керек дейді. Әйел адам сол кезде ғана еркекке ғашық болады дейді. Сондықтан бұны енді қиссамен бересің. Не үшін адам ата Хауаны бір-біріне ғашық болды дейді. Сен қиссаны оқыш. Себебі ішінде жазылады. Адам ата Алла тағаланың дидарына ғашық еді. Бір күн, бір сәт көрмесе тұра алмайтын еді. Алламен тілдесуші еді дейді. Кейін Хауаны жаратқаннан кейін екеуі жүрген кезде ол Алла тағаланы ұмытып кетіп, сен жаратылғанға дейін мен негізі Алламен сөйлесетін тұғым. Қазір сен келгеннен кейін Құдайдың қажеті болмай қалып жүрген, екеуміз жүре берейік деп жүре алмайды. Ол өзінің Құдайға деген ғашықтықтарын айтқаннан кейін Хауаны анаған құлайды. Менің ерім ере. Мен нағыз еркек менде бар. Құдайдың дидарына ғашық менің күйеуім деп сосын бар. Содан кейін бар бана жағы бір күні енді осы Құдайды сүйгенін, күйгенін жаңағыдай жерде дәлелдеу үшін жаңа оқиғаны ұйымдастырып енді екеуі кетеді ғой жерге. Сол кезде көрмейсің ба қалай жасайды ананы? Қалай айландырып алып келеді? Жаңағы Хауа ананы әлсіз жерінен келіп сайтан ұрды дейді. Мына тыйым салған ағашты же деді дейді. Сол кезде неге жемесе не болады деп қартаясың, өлесің, алма бетіңе әжім түседі деп селк ете қалды дейді. Мына әйелдердің 30-дан кейін көзінің айналасына алғаш рет түскен майда-майда әжімдерді көрген кезде қартайып жатырмын деп селк ете қалатын сол Хауа анадан қалған инстинкт деп айтады. Енді жоқ, сізге қатысы жоқ, сіз енді 18-десіз ғой. Сондықтан ал адам атаға не үшін әжім түспейді дейді. Себебі оны 40 жыл балшығын әбден иледі, сондықтан еркектер 50-ге келсе де қартаймайтын себебі сол. Ал Хауа ананы адамның денесінен жаратты да ол арнайы иленбегендіктен 30-дан кейін тез сыр беретін болды. Осындай кемдігі болғандықтан да адамға, жалпы еркек адам тапқан табысының 30-35%-ін әйеліне косметикаға беру керек, күтініп жүрді. Әйел де талап етеді күйеуінен. Маған крем алатын ақша берсе, мен сен сияқты иленген жоқпын ғой деп айтуға хақысы бар. Егер қиссаға сенсе, сенбесе жүре береді. Көрдіңіз, ең сөйтіп жүрттағыны ана тыйым салынған ағашты жеп қойды ғой, бидайды. Сөйтіп еді, ештеңе қылған жоқ. Барды да адам атаның мойнына оратылып, сыңғырлап отырып, жаным деді, мен сүйесің бе? Конечно, сүйемін. Онда мынаны жеш деді. Адам ата бір сәтке әйелдің сыңғырлаған дауысына елтіп қалды да, бір секундқа өзінің контроль жоғалтып, бидайды жеп өңешінен өте берген кезінде сол Жебірейіл пештегі қылғындырды. Адам, таста мынаны басын бәлеге қалады қазір, мынаның артынан неше түрлі проблема шығады. Сол кезде Тәңір тағала айтады, Жебірейіл тарт қолын, саған періште емес, адам өзі шешеді. Құсама, жұтама, не істейді? Не шаруаң бар сенің ода? Өзі шешім қабылдайды. Адам деген сондай бұл, ұлы құдірет бұл, мен халифам. Сонда адам ата ту деп түкіріп тастаса, бәлесі де жоқ. Өзінің басы аман қалады, әйелі жазаға ұшырайды. Әйелі басы бәлеге қалады. Бірақ адам ата айтты, жоқ деді, Хауаны жеп қойды деді. Енді қайғыны, қасіретті, қиындықты екеуміз бірге шегеміз. Мен әйелімді тастап кете алмаймын. Үйтсем сатқындық болады. Еркек, ер деген атыма дақ түседі. Сондықтан мен жұтамын. Тәуекел етті, тас жұт, ажал келмей өлмек жоқ деді да, хоп деп жұтып қойды. Содан бастап еркек мына жерінде міне бізде бар, сендерде жоқ. Мына тұрған жұтқыншақ, орысша кадык дейді. Сол еркек адамның, әйел адамның алдында дәкканса қайтпай күресіп, әйел адамның бақыт үшін шайқаса беретін, жауапкершілік арқалай алатын қасиетінің бір символы, белгісі ретінде қалды дейді. Сондықтан, егер еркектер әйелінің алдында, әйелдер қиындыққа ұшыраған кезде былқ-сылқ етіп қашуға ыңғайлана басса, айтуға болады. Көке, мынаны помнишь? Сен баяда жауапкершілік ала бердің ғой тәңірлік әлемде. Болмыс антологиялық тұрғыда сен мен тастап кетпеймін деп едің ғой. Осындай қиссаларды еркектер тыңдамайды, кішкентай кезінен құлағына құйып өспейді. Соның кесірінен мен талай көрдім. Әйелдері бір ауруға ұшыраған кезінде 2 баласымен, 3 баласымен әйелін тастап просто телефондар өшіріп қашып кеткен бірнеше еркекті білемін. Өлім ғой. Не үшін солай болды? Осындай бәрі кішкентай кезінен құндылық. Ең қызығы Құдайдың құдіреті. Сол әйелдер емделіп кетіп қалпына тұрып қайтадан жұмыс істеп ақша тауып кеткен кезінде ана еркектер қайтып келеді ғой. Жаңылдым деп. Білмеймін енді. Айтарға сөз жоқ. Бірақ енді бұны тарқататын болсаң, енді сырға өтіп кетейін деп тұрып қой, енді бұл бәле қайдан басталды десек. Енді ол туралы біз тарқатып айтпаймыз. Ол елдің миын ашып жібереді. Ол туралы білгісі келген адамдар мағана еркектердің көкірегіне құйылатын құндылық қайда құрып кетті дейтін болса, мына кітапты алсын да өздері оқып алсын. Соның басында большевиктердің қазақтың еркектерін алу үшін,
қазақтың еркектерін тоздыру үшін қандай айла шарғы қолданып неше түрлі былықтар жасаған түгел жазылған. Біздің отбасы хрестоматиясының қоғам алдында, халық алдында арқалаған жауапкершілігі де сол. Еркектердің көкірегінде тұруға тиісті құндылықтарды қайтару үшін жан алысып, жан берісіп жатыр. Мен кітап отбасы парақшасын белгілеп сізде қыз өсіріп отырсыз, солай ғой? Иә. Қызыңыз бой жетті, әп-әдемі. Иә. Шүкір, Құдайға шүкір. Енді қызыңыздың көкірегіне құндылық құйып жатсыз. Иә. Жақсы. Енді сізге страшный проблема тұр алдыңызда. Қызыңыздың болашақта таңдайтын адамы, яғни сіздің күйеу балаңыз, егер оның көкірегінде бұл құндылықтар болмайтын болса, сізге проблема кәдімгідей. Мен қазірден соны ойласам, ұйқым қашып кетеді. Иә, мына әсіресе 13, 14, 15 жасар, 15-16 қыздар тәрбиелеп отырған мамаларымыздың, шешелеріміздің түнде ұйықтай алмайтын себебі сол. Себебі менің қызым қандай еркекке жолығады деп бәрі түнмен ұйықтай алмай шығады. Ал өздері еркек өсіріп отыр, көкіректеріне құймайды. Жақсы. Аға, енді оқырмандарымыздан мынандай сұрақ кетті. Әр ғашықтықтың түбінде зұлымдық немесе суицид жататын сияқты. Мысалы, ғашығына қол жетпей қалғанда адам өзін өлтіруге дейін барады. Кейбіреу араққа салынып кетеді, біреу ұрлыққа барады, біреу ғашық үшін жанқиярлық істерге ұмтылады. Былайша айтқанда, қалың жауға жалғыз шабады. Соболев поэзияны оқып отырсаңыз, онда да шамға ұмтылып өзін құрбан еткен көбелек туралы айтады. Көбелек сол әрекетке ғашықтықтан барады делінеді. Сұрақ: ғашықтық қауіпті ме, түбінде жасырын жатқан суицид жоқ па дейді. Ғашықтық қауіпті ме дейді. Так, тағы да Франклға шығамыз. Франкл не дейді бұл жерде? Жалпы, егер махаббат жаратушы күшке ие ма, жоқ әлде қиратушы күшке ие ма деген сұрақ қояды. Егер махаббат өзінің антологиялық тұрғыда, болмыстық тұрғыда, тәңірлік әлемде әу баста жаратылған кезінде, егер ол сондай қиратушы факторға ие болса, онда адамзат өзінің тарихында махаббат деген нәрсені жырламайды, оны ұлықтамайды, оны теуіп шығарып тастайды. Оны әдебиетке де қоспайды, жырға да қоспайды, өлеңге де қоспайды, лақтырып тастайды. Махаббат әмәнда тіршілікке сән беретін, нәр беретін, тіршілікке күш қосатын болғандықтан да ол өлмей әлі күнге дейін жырланып, әлі күнге дейін тіршіліктің бөлінбес бөлшегі болып келе жатыр. Ал сіз айтып отырған нәрселер, өлімге алып барып тірейтін нәрсенің бәрі қызғаншақтық деп аталатын кәдімгі жануарлық инстинкттен шығады. Сондықтан бұл жерде сіз тағы да экзистенциализмге бәрібір келесіз, бәрібір логотерапияға келесіз. Адам не үшін туды? Ол бұл жерде не істеу керек еді? Өлгеннен кейін қайда кетеді? Сосын не болады оның жағдайы деген сұрақты қоймағаннан болады. Жақсы, қазір ғашығына қарата алмай жүрген, дәл қазір осы біз жерде тыңдап отырған бір жігітке ғашық, бірақ ол жігіт бұған ғашық емес, я ол бір қызға ғашық, ол бұған қарамайды деген адамдар отыр мысалға. Енді сұрақты солар өздеріне өздері қойсын. Сен бұл дүниеге не үшін жаратылып келдің? Тек қана бір қызға ғашық болып, тек қана бір жігітке ғашық болып, соған күйеуге тию үшін ғана жаратылдың ба? Сен басқа миссияң жоқ па? Болды ма? Сен өмірлік мәнің сол ма? Соны үйленсең үйлендің, үйлене алмасаң все болды, мән жоқ, өзіңді өлтіре сал деу керек па? Сондықтан шәкәрімдердің қоя беретін себебі сол. Шынды білмек ойласаң сен, ең алдымен жанды біл. Ең керекті үш сұрақпен жан құлағын қойып ұрады. Келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не боламын? Болды, осы үш сұрақты қоймай ма, оған бетпе-бет келуге қорқа ма, онда, пожалуйста, сіздің махаббат деген нәрсеңіз міндетті түрде қиратушы факторға ие болады. Яғни отрицательный болады. Сондықтан барлық нәрсе, бұл ғашықтық сезім не үшін берілді деген кезінде, бұл құндылықтар әлеміне қақпа ашады деп айтады. Франклдың нағыл айтатын себебі сол. Махаббат адамды соқыр қылады дегенге қарама-қарсы соққы берген. Бұны рухани болмысты көре алмайтын көкірек көз соқыр адамдар айтады. Адамды соқыр қылатын нәрсе махаббат емес, құмарлық дейді. Сексуальный страсть. Ал махаббат адамның көңілін басқа құндылықтар әлеміне ашады дейді. Шынымен де қарап тұрсаңыз,
кейбір ғашық болған адамдар, мейлі ол үйлене алмасын, мейлі ол қызға жете алмасын, мейлі ол ғашық болған жігіті үйленіп қойған болсын, бәрібір оның ішкі әлемінде басқа бір құндылықтар әлемі ашылады да, ол бір музыка үйренеді, кинолар көруді үйренеді, кітап оқиды, өлең шығарады, сондай жаратушы неге айналып кетеді. Мысалға біздің де Казгуде оқып жүрген кезде болған сондай жігіттер, қыздар жаңағыдай. Сол араб тілінде оқитын жігіт болса, арабша үйреніп кетеді. Парсы тілінде оқитын жігіт көрсе, парсша үйреніп кетеді. Сондай махаббаттың, ғашықтың себебінен жаңа бір шет тілін үйреніп алады. Анамен тіл тапсам деп. Ол оған үйрене алмады, бірақ бір шет тілін алып кетті. Қазір енді ол ойбай, мен сол кезде бір жігітке ғашық болып едім, ол маған қарамай кетті деп басын тауға тасқа ұрып жүрген жоқ, басқа жігітке күйеуге тиіп өсіп өніп жатыр ғой. Бірақ махаббат ғашық болып жүрген кезінде үйреніп алған бір өнері оған бір қосымша тірек болды да. Ол махаббаттың бір сыйлап кеткен нығметі сол болды оған. Мысалы, екінші курсында мен де жапон тілін үйреніп алғам, мысалға. Жапонша әжептәуір білетін тұғым. Қазір үйреніп ұмытып қалдым. Аға, біздің уақытымыз таяп қалған екен. Мүмкіндік болса, сізде екінші серияны қосайық. Қазір мен эфирді сақтап, екінші рет қайта қосылайын. Құрметті оқырмандар, кетіп қалмаңыздар. Эфир жалғасады. Жақсы ма, аға? Жақсы. 1 минуттан кейін қайттан қосыламыз онда. Келістік.